Қайырлы күн, қымбатты көрермендер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді болып шығатын жаппасай атты тағамымызды жасайтын боламыз. Түрін қарасаңыз ерекше сүйсініп жейтін тағамдардың бір түрі. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Ең әуелі қамырымыздың қамырын илеп алып дайындап қоятын боламыз. Ұнымыздың үстіне бір ас қасық тұзымызды салып алып, сұйық майымызды құйып, бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып алып, 150 граммдай суымызды құйып, қамырымызды әдемілеп тұрып илеп аламыз. Кәдімгі қамырымыз еттің қамырындай қылып илеп ала береміз. Мінекей біздің қамырымыз иленіп дайын болды. Осы қамырымызды салафанға салып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Қызып тұрған тапамыздың үстіне сұйық майымызды құйып, және жуамызды салып, жақсылап тұрып қуырып аламыз. Ұсақтап турап алған еттерімізді жуамыздың үстіне салып, томатымызды салып, жақсылап тұрып қуырып аламыз. Етіміз әдемі болып қуырылуы керек. Етіміздің үстіне шамалы ғана суымызды құйып, әдемілеп тұрып 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Содан соң барлықтарын ұсақтап турап алған сәбіз картошкілерімізді салып, етіміздің үстіне жақсылап тұрып қуырып алғанымыздан кейін бульонымызды және тұзымызды салып, жақсылап тұрып араластырып, бетін жауып қоямыз піскенше. Салмамыз дайын болғанша біз қамырымызды жазып дайындап аламыз. Иені қанған қамырларымызды 2-3 рет қайтарып алып, және де тура еттің қамыры сияқты қылып жаятын боламыз. Бұл қамырлар кішкене жұқалау болады, сол себепті барынша жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Қамырымызды жайған кезде қамырымызды дәл ортасынан көп жая бермей, көбіне шеттерін жайып отырсақ, біздің қамырымыздың шеттері де барлық жерлері бір-бірдей жұқа етіп жайылатын болады. Мінекей біздің қамырларымыз барлық шеттері бір-бірдей жайылды. Үстіне сұйық майымызды құйып, сұйық майымыз барлық жерлеріне де бірдей жағылуы керек. Сұйық майымызды барлық жерлеріне жағып алғанымыздан кейін қамырларымызды кішкене етіп, дәл видеодағыдай етіп барлықтарын бөліп шығамыз. Осылай біздің қамырларымызды барлықтарын бөліп дайындап алғанымыздан кейін салмамызды бір араластырып алып, жақсылап, одан кейін дәл осылай етіп, видеодағыдай етіп, қолдарымызбен біздің қамырларымыздың барлықтарын салып шығамыз. Мінекей осылайша етіп үсті-үстіне салып шыға береміз, өйткені біздің қамырларымыз ешқандай да жабысып қалмайды. Сұйық май құйғанымыздан кейін суымызды өте қатты, өте көп те құймай, осылайша етіп дәл қамырларымыздың үстіне ғана құйып пісіріп аламыз. Мінекей біздің жаппасай тамағымыз дайын болып пісіп шықты. Осылайша қамырларымыздың барлықтарын жақсылап тұрып тарелкамызға салғанымыздан кейін бетіне подливымыздың барлықтарын салып шығамыз. Және де өз қалауларыңызша әсемдеп, бетіне ас көк себулеріңізге де болады. Осымен біздің жаппасай атты тағамымыз дайын, өте керемет болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет. Егер де сізге видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеле кетіңіз. Сіздермен болған Айзада, алдағы уақытта сіздерді керемет рецепттермен қуантатын боламын. Сол үшін міндетті түрде каналға тағы да тіркеле өтіңіз.